Құрметті телекөрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізге студиямызға қонақ келіп отыр екен. Ендеше таныстырып өтсек, Павлодар облыстық көркем сурет музейінің маманы Бақытгүл Әділхан бүгін бізде студиямызда қонақта. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Бақытгүл ханым бізде бұның алдында да студиямызда қонақта болған еді. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Баршаларыңызға қайырлы таң. Көңіл күй жақсы. Күнделікті жұмысқа баратын сәт, дайындық жұмыстары, көңіл күй өте керемет. Аптаның белсендісі. Жұмыс күні аяқталуға бір күн қалды, сондықтан барлығы жақсы. Одан да көтере түсті бұл музей. Жалпы облыстық көркем сурет музейінің қазіргі тыныс-тіршілігімен таныстырып өтсеңіз. Шынымен де қаңтар айы жаңа жыл басталып жатыр. Бірақ та өткен күнде де өзінің тарихы бар, өзінің ізі бар дегендей. Біздің негізі биылғы жыл музей үшін өте қызықты жыл болды. Өткен жыл, 2018 жыл. Жалпы бұл қорытындылай келе бір шешім бар ғой негізі. Сол шешімнің бірі бұл біз өткен жыл көптеген Павлодар облысының атынан көрмелер жасадық. Қарағанды қаласына, Астанаға және де Новосибирскке, Ресей Федерациясымен бірге жұмыс жасадық. Өте көптеген жаңалықтар көп. Олардың ішіндегі ең бастысы бұл жаңағы біздің павлодарлық жас суретшілердің, павлодарлық Қазақстан суретшілер одағының мүшелерінің барлығының жаңағы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Қазақстанның қасиетті жерлер географиясы аясында үлкен пленер өтті. Соны қорытындылай біздің Павлодар облысын дәріптедік. Қарағандыға бардық, көрме ұйымдастырдық. Өте таңғалуда. Өте жақсы өтті. Сосын Астана қаласындағы 2000-ға жуық барлық халықаралық десек те болады. Өйткені ол жерде Қытай, Монғолия елдерінен келген елшілер де болды, қонақтар болды. Бұл Open Air этнофестивалінде біз жаңағы киіз үйдің ішінде біздің кенепте жасалған майлы бойымен орындалған туындыларды, павлодарлық суретшілердің 40-қа жуық туындыларын қойып, көрме жасадық. Сонымен қатар музейдің қорындағы 7000-ға жуық экспонатты әлі күнге дейін дәріптеп келе жатырмыз. Павлодарлық суретшілердің мерейтойлық көрмелері өте көп болды. Олардың ішінде атап өтетіндері өте көп. Себебі енді жасы 80-ге келсе де сурет өнеріне өзінің бейімі, өзінің сүйіспеншілігі бар. Бұл жаңағы Виктор Федорович Поликарповтың көрмесі өткізілді. Кескіндеме өте үлкен 100-ден аса. Сондай жаңалықтар. Жастармен жұмыс әрдайым байланыста. Жаңағы арт актив тобы ұйымдастырылды биылғы. Ол жерде 9 жас суретші бар. Ол жас суретшілер Баянауылға барып келді. Және де Павлодар қаласы бойынша өте жақсы көрме жасады. Пленерлік сол қорытындылар келген кезде. Негізі көрермен өте көп болды. Аудиторияға негізі жастардың көзқарасы өте жақсы болды осы жыл. Жалпы Баянауылға бару себептері сонда Баянауылдың табиғатын суретпен жеткізу. Бұл пленерлік біздің өзімізде жеке сакралды қасиетті жерлері, Павлодар облысының қасиетті жерлері атты сондай жоба болды бұл. Бұл жобада біздің жеке өзіміздің таңдамалы суретшілер де болды қатысты. Ал арт актив шығармашылық тобы олар өздері жеке пленерге шығып, оны қорытындылап біздің музейде желтоқсан айында қорытынды екінші көрмесін ашты. Баянауыл өлкесінің шабыт берер Баянауыл атты көрмесін ұсынып отыр. Жалпы музей қорында бір атап өтерліктей бір арт нысандар болды ма? Сол туралы айтыңызшы. Шынымен де бізде желтоқсан айының соңында, жаңағы желтоқсан айының шынымен басында ғана іске жазылған мақала бар елбасының Ұлы даланың 7 қыры атты көрме. Бұл көрме желтоқсан айының соңында Павлодарлық суретшілердің көрмесімен ұйымдастырылды. Бұл көрме өте қызықты. Жаңағы сіз айтып жатқан арт инсталляцияларға, объектілерге келсек, бұл жерде өте ерекше, ол есептік көрме болып саналады. Қазіргі күнге дейін қаңтар айының 20-сына жалғасып жатыр. Енді ерекшелері ол жерде Ұлы жібек жолы инсталляциясы бар. Бұл жаңағы мақаланың біріндегі жібек жолы бөлімі. Сонымен қатар аң стилі ретінде инсталляция бар. Бұл жаңағы топырақ пен жерді алып, суретшілер өзінің майлы бояулармен, су бояулармен өзінің инсталляция жасаған. Оның барлығын тақырыбын ашып берді көрермендерге. Не, қандай мақсатта бұл инсталляция? Шынымен де инсталляция жасаған кезде суретші шынымен де оның түсінігін береді. Оны қарапайым көрермен мүмкін түсіне алмай жатады. Жаңағы Уральский пельмени атты сіз айта кеткендей, бұл белгілі бір Ресейдегі
бағдарлама каналдардан берілетін сол жердегі Петербургтағы екі суретшінің сатылымға қойған картинасы. Ол жердегі смайл тәріздес адам бетінің образы, сонымен де қасындағы толықтыратын инсталляция. Ол өте ерекше, себебі қарсылық бар, және де жақсы көретін адамдар да бар. Сонымен қатар енді шынымен де оны түсінетін адамдар бар, түсінбейтін адамдар бар. Бұл жаңағы павлодарлық суретшілердің белгілі бір есептік көрмелер ретінде жалғасқан. Сонымен қатар бөлімдер өте көп. Қазақ батырларына арналған бөлімде бұл жаңағы жетекші суретшілердің туындылары қойылып отыр. Жерде ең соңғы бөлімінде Қазақстанның жаңағы Алматының апорты, жаңағы Қызғалдақ, Қазақстанның отаны деп атап жатады. Сол жердегі кезден жасалған объектілер де бар. Кезден жасалған мүсіндік туындылар да қойылып отыр. Сонда жаңағы елбасының жаңадан шыққан ұлы даланың жеті қыраты мақаласына сіздердің өздерінің қосарларыңыз бар. Иә, ол қосарымыз бұл желтоқсан айының соңында жасалып, сол жаңағы іске асырылып жатыр. Үлкен зал, музейдің үлкен залында шынымен де бұл мақаланы біздің павлодарлық суретшілердің әрбір туындысынан көруге болады. Сол туындыларды жалпы жинақтап, бөлімге бөліп, көрермен назарына ұсынып отырмыз. Жалпы қанша көрме өтті? Есіңізде бар ма? Жалпы шынымен де енді айтады ғой, адамда белгілі мекемелерде өзінің жоспарлары болады, шынымен де алға қойған жоспарлар. Бірақ та осы жылы қорытындылай келе бізде 50-ден астам көрме өтті. Бұл өте жоғары көрсеткіш деп айтсақ болады, себебі 50-ден біздің залдардың әрбір бөлімі тұрақсыз көрмелер. Сондықтан қызығушылық көп сурет өнеріне деген. Қатысушылар да көп, көрме қойғылары келеді, өздерін таныстыратын суретшілердің де көрмелері өте көп. Сондықтан біз бір алмастыра отыра көрмелер жасап жатырмыз. Музей қорын толықтыратын тағы да басқа туындылар қосылды ма? Иә, жаңағы айта кеттім, Қазақстанның сакралды географиясы, жаңағы Қазақтан киелі жерлерінің географиясы атты. 40-қа жуық туындымен, 40-тан астам, 44 туындымен толықты. Бұның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын, себебі қазір музейдің қорын толықтыру үшін де бірталай еңбек керек. Себебі ол жақсы туындылармен толықтырылу керек. Бағалы, оны әркімге жыл сайын өзіндік бір жақсы кәсіби шебер суретшілердің туындыларымен толықтырылуы тиіс. Себебі бұл музей қорында мәңгілікке сақталатын картиналар. Жаңа айтып өттіңіз. Көрме ұйымдастырғылар келетіндер жетерлік деп, солардың қатарында жастардың үлесі қаншалықты? Шынымен де жас суретшілер мен жаңағы кәсіби суретшілердің айырмашылығы неде деп айтсаңыздар, негізі суретші болу үшін өзіңнің еңбек көп жасау керек. Шынымен де көрме жасау керексің, байланыс, халықаралық. Бірақ та қазіргі жас суретшілер өз жетістіктеріне жету үшін осы кәсіби суретшілердің сабақ алып, олардың қасынан қалмай, ілесіп, пленерлік жұмыстарға қатысып, жәнедегі жеткен жетістіктер арқылы бізде негізі музейде жастар жобасы бар. Сол жобада жас суретшілер өзінің туындыларын қоя алады, сол қатыса алады. Осы сондай жетістіктер арқылы жас суретшілер белгілі бір биіктікке де шыға алады. Олардың қатарындағы жаңағы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, бұл қазіргі Зура Асылғазина туралы айтуға да болады. Ол кісі жас суретші, белгілі бір марапатқа ие, биылғы өткен жылғының жыл суретшісі атағына ие болды. Бұл суретші шынымен де арт актив шығармашылық тобы, жаңағы жастарды қамтитын. Сол топты жетелеп, барлық жобаларды өзінің ой өрісін жеткізетін бұл жаңағы жас суретшілерді әрі қарай дәріптеп жүрген суретшілердің бірі, білікті суретшілердің бірі деп айтуға болады. Жастарда өз үлесін қосуда дейсіз ғой. Әрине, биылғы жыл жастар жылы Қазақстанда. Сондықтан олардан өте жақсы жарқын жұмыстарын күтеміз. Үлкен үміт артамыз, иә. Құрметті телекөрермендер, біз қайта сіздерменбіз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студиямызда қонақта Павлодар облыстық көркемсурет музейінің маманы Бақытгүл Әділхан. Енді әңгімемізді жалғастырсақ, жалпы көрме жайында. Жалпы енді қазіргі таңдағы көрермендердің хәл ахуалы қалай? Көрермендер. Негізі біздің музей енді облыс бойынша, қала бойынша әртүрлі музейлер бар. Бағыттар әртүрлі, қойылатын көрмелерді әртүрлі. Олардың ішіндегі енді көркем сурет музейі өзінің атап айтып тұрғандай,
шынымен де көрерменді таңдайды. Себебі суретшінің салған суретін әрбір қарапайым адам түсінуі қиын. Көрермендерге келсек, жыл жоспары бар, есептік те бар, өзіндік есептер береміз. Жас аудиториялар өте көп, келетін тұрақты өзінің көрермендері бар. Бұл жаңағы аптаның жексенбісі болсын, сенбісі болсын, демалысы жұмыс жасайды музей, сондықтан келетін көрермендері сол әрбір көрермен күтіп отырады кәдімгідей. Интернет желісінен болсын, Инстаграм, Фейсбук желісінен қарап, афишаларды оқып, соларды күтіп, көрермен негізі шынымен де өте соңғы 5 жылда жақсарды деп айтуға болады. Себебі жастарды сурет өнеріне бейімдеп жатырмыз, соны тамашалауға. Шынымен де музей өте қасиетті жер болып саналады. Ол жерге келген әрбір көрермен тынығу үшін келеді. Тынығады, демалыс, өзінің ой-өрісін өрбіту үшін. Сондықтан көрермен жеткілікті әрдайым болады. Ол әркімнің өзінің талғамына байланысты дейсіз ғой? Әркімнің талғамына байланысты. Біріншіден, біз оны жетелеп алып келе алмаймыз. Екіншіден, туристердің саны өте жақсы. Себебі келетін туристлер, енді Европа, Азия елдеріне білесіздер, сурет өнері өте жақсы дамыған. Жалпы бүкіл әлем бойынша халықтың көретін пайызы 10% ғана сурет өнерін түсіне алады, тамашалай алады. Сондықтан туристер келіп, танып жатады. Біздің қазақстандық суретшілердің де туындылары бар ғой бізде. Солардың барлығын көріп, өте қызығушылық танытып жатады. Кішігірім 4-5 көрме ұйымдастырсақ та, олардың алатын өзінің әсері жақсы, беретін де әсері. Жыл басында әрқайсымыз жоспар құрамыз, алдағы осы жылға, ағымдағы. Сіздердің жоспарларыңыз қандай биыл? Шынымен де 2019 жыл біз үшін өте жақсы жыл. Себебі біздің музейдің 55 жылдық мерейтойы. Музей 55 осыдан 1964 жылы 10 қазан күні көрерменге есігін айқара ашты. Биылғы жыл біз үшін өте жемісті жыл болады деп сенімдеміз. Себебі алға қойған жоспарлар, мақсаттар өте көп. Жаңағы елбасының берген мақалаларын іске асыруымыз біздің ең басты міндетіміз. Сонымен қатар шет елмен байланыста боламыз. Осы жылдың бірінші жарты жылдығында, алла жазса, біздің жоспарымыз Өзбекстанға барамыз. Өзбекстан Республикасындағы Ташкент қаласында бейнелеу өнер музейі бар. Оның өте экспонаттары, өзінің залдары қандай өте тамаша. Сол жерде Қазақстанның атын шығарып, тек қана Қазақстан емес, Павлодар облысы бойынша жаңағы Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы көрмесін апарамыз. Бұл жоспарда тұр, іске асырылатын, міндетті түрде барып, біз уже бекітіп, сол Өзбекстанмен байланыстамыз. Сонымен қатар Қазақстан түкпір-түкпірлеріне павлодар суретшілерді дәріптейміз. Музейдің қорындағы жақсы суретшілердің туындыларымен таныстырып, әрі қарай біз байланыста боламыз. Осы шынымен де бізде музейде 7 жоба бар. Сол жобаны іске асырамыз. Жаңағы ақпан айында бізде жастардың жобасы болады. Дизайн мен өнердегі жаңашылдық, жаңағы жоғары оқу орындарының балаларымен бірге дизайн деген саласына көзқарасын жаңағы біздің музейде көрме жасалады. Ал қазіргі күні қаңтар айында бізде енді ең алдымен бастайтын осы ертеңгі күні шын айта кететіндігі павлодарлық суретші, бұл тек қана Павлодар емес, танымал Қабдылғалым Насырұлы Қаржасов, Ертіс ауданы тумасы, ертеңгі күні енді дүниеден өтіп кетті. 3-ші жыл биыл 65 жылдық мерейтойы. Сол мерейтой аясында біз көрме ұйымдастырдық. Біздің музейдің лекториясында, музейдің қорында жинақталған 15 туындысы бар. Суретші өзінің көзінің тірісі кезінде біздің музейге беріп кеткен аманат ретінде. Бұл суретшіні шынымен де айту өте көп, бірақ та көзбен көрсеңіздер, шынымен де нағыз суретші. Туындылар ешкімге ұқсамайды. Жарқын, ұлттық нақышта, түстердің үйлесімділігі, белгілі бір кеңістікте сурет салу өте ерекше. Көрермендерді тамашалауға шақырамыз. Ең алғашқы жаңағы ұлы даланың ұлы тұлғалары, ұлдары деп аталатын мақаласы бар. Соны бастайтын бұл Қабдылғалым Насырұлы Қаржасовты еске алу көрмесі. Әрі қарай жылдың соңына дейін жұмыс жасаймыз, мақалаларды. Жәндегі осы наурыз-сәуір айында жас балабақша бүлдіршіндерімен наурыз айын тойлауға үлкен жоспар бар. Бұл жердегі жыл сайынғы өткізетін фестивальдер.
бұл фестивальдің негізгі тақырыптары әртүрлі. Жыл сайын біз ұлттық ою өрнекті дәріптесек, бір әйтеуір балалардың бейімі, назары барлық осы жаңағы фестивальда болса деп жасап жатамыз. Жалпы өткен жылы 55 көрме өтті деп атап өттіңіз. Биыл 2019 жылы қанша көрме жоспарлап отырсыздар? 2019 жылы одан енді сан айырмашылығы десек те болады, бірақ та енді 57-58 нақты санды айта алмаймын, себебі көрмелер көп ұйымдастырылады. Үлкен айырмашылық жоқ, дегенмен де иә, нағыз, себебі тым асыра сілтей алуға болмайды. Өйткені бұл көрмелердің өзінің ұзақтығы, айырмашылығы да бар, 1 ай, 2 апта болсын. Сондықтан барлығында мерейтойларды иелері бар, олардың да көрмесін. Бірақ та біздің ең айта кететін ерекшелік мерейтойлық тарту атты жоба бар. Ол жобада биылғы 55 жылдыққа орай қазақстандық суретшілердің көрмесін тұрақты қоямыз үлкен залға. Ол жердегі Әбілхан Қастеевті білесіз, біздің Қазақстанның ең танымал 20 ғасырдың суретшілері бар. Жаңағы Айша Ғалымбаеваның туындылары барлығы жылдың соңына дейін толықтырылып отырады. Тек қана Қазақстанның топтама маржандары атты көрмесі ұйымдастырылады. Сол себептен біз көрмелерді шынымен де 50-ден аса көрме ұйымдастырамыз. Балалармен де, жасөспірімдермен де, жаңағы мерейтой иелерімен, сонымен қатар ең соңында, жылдың соңында бізде үлкен конференция өтеді. Халықаралық конференция, бұл тек қана Қазақстан бойынша емес, жалпы Ресей Федерациясы, сонымен қатар көршілес елдерден қатысушылар болады. Себебі біз Ресей музейімен жақсы байланыстамыз, виртуалды тур жасап. Сондықтан көрермен келеді, қатысушылар да болады деп санаймын. Сонда шетелдік қонақтар бізге келеді, павлодарға? Шетелдік қатысушылар келеді. Жаңағы шынымен де енді Ресей Федерациясы шынымен де Новосибирск, Омбы қаласы жақын болғандықтан олармен байланысымыз үздіксіз деп айтуға болады. Енді Өзбекстанға жоспарымыз бар, шынымен де барған кезде олардың да келеді деп үміттеміз. Енді біз ең алдымен барып, дәріптеп алып, одан кейін біз де күтеміз олардан жауап. Сондықтан биылғы жыл айта кететіндігі Қазақстанның Өзбекстанда Қазақстан жылы болып аталып өтті. Сол себептен біз ең алғашқы болып барып көрме ұйымдастырамыз. Сурет өнерін дәріптейміз деп ойлаймын. Енді сонымен қатар жаңағы жастар жылы биыл белгілі жастар орталығымен, ассамблеямен жұмыс жасаймыз. Жалпы аталмыш бір көрменің ұзақтығы қанша? 2 айға дейін айтып жатырсыз, созылуы мүмкін? Жоқ, 2 айға дейін дегенде 1 ай шамасында. 1 ай шамасында, иә. Себебі тұрақсыз көрме болғандықтан жоспар бар. Айта кететін жаңағы суретшілердің өзіндік талаптары да бар. Көрме қойғысы келеді. Ол көрме жай ғана көрме болмау керек. Ол ерекше болу керек. Өзінің өнерін дәріптеу үшін. Сондықтан ойлаймын, үлгереміз. 50-ден асып 60-ға жетеміз деп ойлаймыз. Енді біздің білмейтін көрермендерімізге өздеріңіздің жұмыс уақыттарыңызды атап өтсеңіздер. Шынымен де Павлодар қаласы, Павлодар облысының қала тұрғындары мен қонақтарын Павлодар облыстық көркем сурет музейі, Торайғырова 44 көшесінің дроп 1 қиылысында орналасқан. Енді күндізгі сағат 10-нан бастап, таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін демалыссыз, үзіліссіз, тіптен жаңа жыл болсын, наурыз болсын, біздің музейдің есігі айқара ашық. Келіп көрмені тамашаласаңыздар, шынымен де бір үлкен әсер алады, себебі қасиетті жер болып саналады. Шынымен де музейге барған, тынығу үшін барады. Келсе, біз күтіп аламыз. Экскурсия жүргізушілері әрдайым таныстыруға дайын, мамандар, білікті мамандар бар. Ол жүршіне жаңа айта кеттім, 40 жылдан астам, 50 жылға таяу адамдар музейдің қорын сақтап отыр. Әлі күнге дейін әрбір картинаны өзінің баласындай қарап отыр. Сондықтан келіп қарауларыңызға болады, өте қызықты болады. Бақытгүл ханым, енді сізге жұмысыңызға жеміс тілегіміз келеді. Бізге берген эфир уақыты шектеулі болғандықтан осындай бізге уақыт бөліп келгеніңізге сізге көптен көп рахмет. Әлі талайда жүздесеміз деген ойдан. Ауқымды көрмелеріңіз көп болсын, көрермендеріңіз көп болсын, биылғы жыл сіздерге табысты болсын деген тілектеміз.